90 жылдардан бастап халықтың елде қарны пәленде тоя қоймады. Қарын тоймаған уақытта адамның нәпсісі рухты қысып, сол дүниені іздеттіріп қояды. Қай уақытта сенің дүниең бүтін болады, дүниең түгел, малың түгел болып көңілің жайланады, нәпсінің. Сол уақытта ғана рух бір еркіндікке шығады бір жағынан. Екінші жағынан аш бала тоқ баламен ойнамайды, тоқ бала аш баламен ойнамайды дейді ғой. Сол секілді де нәпсі ол той болғаннан кейін рухты қатты қысып жібереді. Қазіргі кезде Аллаға шүкір әйтеуір көп адамдардың жағдайы жақсы. 90 жылдардан қара 90 жылдарда газ жоқ, свет жоқ, су жоқ, басқа жоқ деген сияқты. Сондықтан бүгінде нәпсінің семірген заманы бір жағынан. Екінші жағынан шариғаттың захири бар, батини бар. Жаңағыдай шариғаттың захириін сыртқы қабығын ұстанып келгендер, онымен қанағаттанбады. Өйткені бір ағашты егіп, алма ағашын егіп, 10 жыл, 20 жыл одан бір жеміс алмасаң, оны қашан оны еге бересің да? Сол секілді де адамға бұл шариғат жемісін беру керек та. Сол жемісті бермесе адам қысылады. Ал сол жеміс руханият. Сол руханият арқылы сезіну арқылы Аллаға жақындайды. Алланың махаббат мейірімін сезінеді. Міне бүгінгі таңда халық осы жақтың барлығы да бәрі бірге келіп, толқын бір жерге жиналып, жалпы тек қана біздің Қазақстан емес, бүкіл мұсылман әлем тіпті жер беті осылай бір тығырыққа әбден материализмнен басқаны шаршап кеп, Алланы іздеп жатқанда, содан руханият іздеп жатқан сол.